отыр, өзінің анасын іздеп, тумасынан анасының жүзін мүлдем көрмеген. Енді бізде көпшілік пікірлер білдіріп жатыр, неше түрлі. Не үшін анаңды іздейсің, ол сен тастап кетті деген сияқты да пікірлер айтылып жатыр. Өзіңіз жалпы қалай қарайсыз, осы пікірлермен келісесіз ба? Енді бәрібірде ол анасын іздейді ғой кез келген адам. Мені кім туды екен, мені қандай ана туды екен, неге тастап кетті екен деген сұрақтар болады. Неге сондай өзінің көкейін мазалайтын сұраққа адам сол жауапты алмасқа? Мысалы қазір енді заманның дамыған заманы, ғаламтор бар, осындай бағдарламалар бар. Егерде мүмкіншілік болып тұрса, іздеуге болатын сияқты. Ол енді өзінің құқығы ғой, жаңа кейіпкердің. Ал егерде ары қарай бас тартып анасы өйтіп жатса, оны да көреді, енді адам басына салғанды көреді ғой. Демек, сіздің ойыңызша іздеп тауып, өзінің көкейіндегі сұрақтарға жауабын алғаны дұрыс деп ойлайсыз ғой. Иә. Тағы да жазып жатыр. Мүмкін анасы да іздегісі келген шығар қызын, бірақ ол қазір мынанша жаста есейді, мен қабылдамайды деп күдерін үзіп келуге батылы бармай жүрген шығар. Біз оны да білмейміз ғой. Не болса да ең алғашқы рет қадам жасаған адамның барлық күнәларын кешіреді дейді ғой. Ал ең бірінші қадам жасап отырған біздің жаңа кейіпкер, оның іс-әрекеті қандай марапатқа да болса да лайық. Оның үстіне анасын ешқалай кінәлап отқан жоқ. Айтып отыр, мені бақпаса да, тастап кетсе де мен оны кінәламаймын. Мені жарық дүниеге алып келгеніне рахмет. Осы жарық әлемді сыйлағаны үшін деп. Мен бағана анонста да жылағанды көрсетіп жатыр ғой. Мен жылаған себебім сол сөздер менің жүрегіме қатты әсер етті да. Мені дүниеге алып келгені үшін мен ол кісіге ризамын деп айтып жатыр да. Бұл өте өнегелі сөздер негізі. Шынымен де біз анамыздың жаңағы түнеқұсын төрт бөліп бағып, қаншама қағып, көрсеткен жақсылықтарына бөлек тек дүниеге әкелгені үшін ғана біз алдында қарызымызды ешқашан өте алмайды екенбіз. Ол жаңағы бағып қағумен асырадан басқа, тек дүниеге алып келген үшін қанша, мысалы, адамнан адам шығу оңай емес. Толғақ, мысалы, 9 күн көтеру, соның бәрін сол процестің өзін біз өте алмаймыз да. Ал бұл түсінігі жақсы жаңа кейіпкердің, тек жаңағы тіл байлығы кішкене не болғансын түсіндіре алмай жатыр да. Оның үстіне өксігі көпті көкейінде. Енді өзі жетімдер үйінде көрмеген қорлығым жоқ деп айтып жатыр. Мүмкін соның салдарынан да болар. Осыншалықты жаңағы жасқаншақ болып қалғаны, өзінің ойын ашық жеткізе алмай тұрғаны. Жалпы өзіңіз мұғалімсіз, иә? Универде сабақ бересіз. Осындай балалармен жұмыс істеуге тура келіп пе еді сізде? Өзіңіздің студенттеріңіздің арасында ол кісілермен қалай жұмыс істейтін едіңіз? Мен жалпы тілден сабақ беретіндіктен бізге кураторлық топ бермейді. Соған байланысты мен былай өте жақын солай отбасылық проблемалармен айналыстым деп айта алмаймын студенттерінің, бірақ бізде жаңағы тәрбиелік жұмыстар жүргізіп тұрамыз. Мысалы саяхат сабақ деген болады, иә. Ол кезде театрға барамыз, мұражайға барамыз деген сияқты. Немесе жаңағы студент себепсізден 2-3 реттен аса қалдырып жатса, оны білуге тырысамыз. Не себепті қалдырып жатыр? Және де ондай студенттер, неше түрлі студенттер бар менің алдымда. Көбінесе әрқайсысына жеке тұлға ретінде қарап, деңгейлеп тапсырма беруге тырысамыз. Деңгейіне байланысты. Өйткені бір аудиторияда 20 студент отырғансын, оның үстіне тіл болғандықтан қиынырақ. Енді жаңағы жетімдер үйінде көрген қорлығына байланысты біз ютубта да көрермендер көп пікірлер жазып жатыр. Тәрбиешілерді жаңағы сол жетімдер үйінің бастығымен қосып соттату керек, тексеру керек дейді. Өзіңіз қосыласыз ба осы пікірмен? Жалпы былай ғой, мен жаңа Тахир айтып отыр ғой, бізге жетімдер үйіндегі жағдай беймәлім деп айтып отыр да. Маған да мысалы беймәлім. Мен өйткені жетімдер үйінде сабақ беріп көрген жоқпын, практикада болған жоқпын да. Біз тек қана жетімдер үйі десе, жаңағы ылғи концерт, сондай іс-шаралар көрсетіп жатқанын көреміз балалардың жетімдер үйіндегі. Бәрі жақсы сияқты, олардың тамақтанып жатқанын көреміз, тәрбиешілердің сондай мейірімділігін көреміз да. Бірақ шынында да арғы жағында, оның арғы ішкі асханасында не болып жатқанын білмейміз ғой. Бірақ мен тәрбиешілердің барлығы сондай қатыгез деп айта алмаймын.
ойлаймын. Тек сондай мысалы 50 тәрбиеші болса арасында 1-2 осындай болады, сөйтіп бір қарын майды бір құмалақ шірітеді деген сөз бар ғой. Жақсы, рахмет, сұхбатымызды Рахмет жалғастырамыз. сіздерге.